Сынып 7 сыныптың оқушылары бүгін қысқаша көбейту формуласы бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың А деңгейінің екінші нұсқасында есептерді талдайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Болашақта біз мына жерде басқа да пәндердің БЖБ ТЖБ-лардың бәрін салып отырамыз. Әр сыныпқа, әр классқа байланысты. Ал енді бізде бірінші көрсетілген есебіміз көбейткіштерге жүктеңіз дейді. Мына жерде берілгені 4а минус 3-тің квадраты минус а квадрат өрнегі берілген екен. Бұл өрнекті біз қысқаша көбейту формуласының мына түрімен жаңағы түрлендіріп алуымызға болады. А квадрат минус Б квадрат деген. Оны А минус Б А плюс Б деп өрнектеп алуымыз болады. Сонда біздегі А квадраттың орнында 4а минус 3 тұрады, 3 Б квадраттың орнында А квадрат тұрады. Сондықтан мына екеуінің орнына мына өрнекке жүктейміз. Сонда 4а минус 3, енді бұның орнына А-ны қоямыз. Минус А жақшаның ішінде. Одан кейін 4а минус 3, мына бұның орнына А-ны қоямыз. Плюс А. Енді мына ұқсас мүшелерін біріктіріп жіберетін болсақ, 4а минус А, значит 3а минус 3 болады. Мына жерде 4аға А-ны қосатын болсақ, 5а минус 3 болады. Ал енді Б бөліміндегі есепте мына кез келген n үшін 4а минус 3-тің квадрат минус а квадрат деген өрнек, мына жаңа біздің шығарған өрнегіміз 3-ке еселік екенін дәлелдеңіз дейді. Енді сол есепті біз дәлелдеп көрейік. Біздегі бірінші есеп бойынша түрлендіріп алған санымыз мынау болды. 3а минус 3, 5а минус 3. Енді осыны 3-ке еселік екенін дәлелдейміз. Мына бірінші жақшаның ішінде қарасаңыздар, екі мүшесінде де 3 деген сан бар екен, сондықтан бұл 3-ке қысқарады деген сөз. Демек 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуімізге болады. 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберсек, а минус 1 болады, 5а минус 3 болады. Енді бұны 3-ке еселік екенін дәлелдеу үшін біз бұны 3-ке бөліп жібереміз. Енді қараңыздар, 3-ке бөліп жіберейік. Сонда 3 пен 3 қысқарады, одан қалады а минус 1, 5а минус 3. Көрдіңіздер ме? 3-ке еселік болатын дәлелдерге жауабы дәлелденді. Оқушылар мына екінші есебінде x плюс 9x квадрат плюс 27x плюс 27 өрнегін ықшамдаңыз дейді. Екінші бөлім есебінде x плюс 9x квадрат плюс 27x плюс 27 теңдеулі теңдеуін шешіңіз дейді. Енді біз А бөліміндегі есепті қарасаңыз, бірінші берілген жазып алайық. x плюс 9x квадрат плюс 27x плюс 27. Енді біз қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің қосындысының кубы деген қысқаша көбейту формуласы бар. А плюс Б-ның кубы деген. Ол мына бойынша түрленеді. А куб плюс 3а квадрат Б плюс 3аб квадрат плюс Б куб. Енді біз мына берілген мына өрнекті осы деңгейге келтіріп алуымыз керек. А-ның орнына x аламыз. Сонда x кубтың орнына а кубты аламыз. Сонда x куб болады. Плюс 3-ті жазып аламыз. А-ның квадрат деген біздегі x-тің квадраты. Бізде 9 шығу үшін мына жерге 3-ті қоямыз. Плюс 3-ті тағы жазып аламыз. А-ның орнында бізде x. Мына жерде b-ның квадраты. 27 шығу үшін көбейтілген 9 болу керек. 9-ға 3-ті көбейтілген 27 болу керек. Бізде b деген квадрат болып тұр. Демек 3-тің квадраты деп аламыз. Плюс 27 дегеніміз 3-тің кубы. Енді бұны а плюс b-ның кубына келтіреміз. Сонда бізде шығады x плюс 3-тің кубы. Осыған келеді. Бұл берілген бірінші өрнегін ықшамдады. Сонда x плюс 3-тің кубына жүктедік. Ал енді бұл нұсқасындағы мына теңдеудің, мына берілген теңдеуді шешуіміз керек. Б x куб плюс 9x квадрат плюс 27x плюс 27 тең 0 дейді. Демек, біз мына берілген жаңа бірінші бөлімде өрнекті ықшамдадық. Ол бізде мынаған тең болды. Демек, бұл x плюс 3-тің кубына тең деген сөз. Сонда x плюс 3-тің кубы тең 0 деп аламыз. 0-дің де төбесіне 3-тің кубы деп барып есептейміз. Куб пен кубты алып тастаймыз. x плюс 3 тең 0 болады. Одан x тең минус 3 болады. Сонда бізде жауабы минус 3 болды. Есеп тиімді тәсілмен есептеңіз дейді. Берілген бізде 18 көбейтілген 5,4 плюс 11,3 квадрат минус 6,7 квадрат. Мына қарасаңдар, мына екеуі а квадрат минус б квадрат деген формулаға келеді. А квадрат минус б квадрат. Ол а минус б а плюс б-ға түрленуге болады. Енді біздегі 11,3 квадраты мен 6,7 квадратын мына түрге келтіріп алайық. Оны мынаның өзін жазамыз. 18 көбейтілген 5,4 плюс жақшаның ішінде 11,3 минус 6,7. Тағы жақша 11,3 плюс 6,7. Қарап тұрсаңдар, біздегі мына квадратты мына түрге міне жүктеп алдық. Енді 18 көбейтілген 5,4 плюс енді 11,3 пен 6,7 алсақ 4,6 болады. Көбейтілген 11,3 пен 6,7 қосатын болсақ 18 болады екен. Енді мына жерде 18, мына жерде 18 бар екен. Одан ары қарай 18 жақшаның сыртына шығарып жіберейік. 5,4
плюс 4,6. 5,4-тен 4,6-ны қосатын болсақ 10 болады екен сонда. 18 көбейтілген 10. Ол тең 180 болады екен. Жауабы 180. Төртінші есеп, егер шаршының қабырғасын 4 сантиметрге арттырса, онда шаршының ауданы 112 сантиметр квадратқа артады. Шаршының периметрін есептеңіз дейді. Сіздерге белгілі шаршы деген бізде квадрат. Шаршының ауданы, бізде шаршының қабырғасын алайық. Қабырғасы. Шаршының қабырғасын біз А деп алатын болсақ, шаршының ауданы А-ның квадраты. Енді біз мына жағдайда жаңа қабырғасын 4 сантиметрге арттырған. Сонда біз бетек шаршының қабырғасын біз x деп алайық. А қабырға бұл тең x деп алайық. Сонда бізде мынандай формула шығады. Шаршының қабырғасы x плюс 4, оның квадраты. X плюс 4 бізде аға тең болды, 4 квадрат. Ол ауданы 112 сантиметр квадратқа артады. Демек, x квадрат біздегі шаршының бастапқы жаңағы қабырғасын өзгертпей тұрғандағы ауданы плюс 112. Енді осы теңдеуді шешеміз. Біздегі x плюс 4-дің квадраты деген мына формулаға келеді. А плюс b-ның квадраты деген а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген. Осыған жақшаны ашып шектейміз. Сонда x квадрат плюс 4x 2 көбейтіліміз 4x 8x плюс 4-дің квадраты 4 16 тең x квадрат плюс 112. Мына x квадрат пен x квадрат қысарып кетеді. Егер түсінбесеңіздер, мына теңдіктің сол жағын өткізсеңіздер минустан бойымен өтеді. Сонда x квадрат пен x квадрат жойылады. Мына жерде біз қысқартамыз. 8x теңдік 112. Мына 16 деген плюстан бодағылсан, теңдіктің оң жағына секірген кезде минустан бойымен өтеді. 16. 8x тең бізде қанша болады? 96. Бұл жақтан x тауып үшін 96-ны бөлеміз 8-ге. Одан бізде x 12 тең болады. Демек, бізде шаршының қабырғасы 12 сантиметр болды, міне, аударған жаңағы 4 сантиметр шаршының қабырғасы. Енді периметрін табу керек. Периметр бізде өздерің белгілі 4 қабырғалардың қосындысы. Демек, бізде шаршы деген квадрат болғаннан кейін әрбір қабырғасының ұзындықтары бірдей болады. Сондықтан 4 көбейтіледі. 4 дейік. Бізде А-ның орнында бізде x, сонда бізде периметр тең болады 4 көбейтілген 12. Ол тең болып қанша болады? 48 сантиметр. Демек, біздегі шаршының периметрі 48 сантиметр.